Өмірде қарапайым болыңыз, сонда сізге бақытты болу оңайырақ болады. Нағыз күш өзіңді бақылауда. Өз тарихыңызды ешқашан басқа адамдармен салыстырмаңыз, өйткені әркімнің өз жолы бар. Өзіңізде бар нәрсеге шүкірлік етіңіз, және өзіңізді басқалармен салыстырмаңыз. Сізде бақытты болу үшін қажет нәрсенің бәрі бар. Басқалардың үмітін қанағаттандыру үшін өмір сүрме. Өз армандарың мен тілектеріңді қанағаттандыру үшін өмір сүр. Қиын кезде ешқашан берілме, қиындықтар бізді күштірек етеді. Қателіктеріңізді мойындаңыз, бірақ олардың сіздің өміріңізді анықтауына жол бермеңіз. Оларды жақсы болашақ үшін сабақ ретінде пайдаланыңыз. Күтуді тоқтатып, әрекетке кірісіңіз, сонда ғана сіз өз мақсаттарыңызға жете аласыз. Шындық табысқа қарағанда маңызды. Өзіңізге адал болыңыз және әрқашан өз ұстанымдарыңызды ұстаныңыз. Өзіңді қалай жақсы көргің келсе, солай сүй. Ертең жаңа мүмкіндіктерге толы жаңа күн. Үмітіңізді үзбеңіз. Өмірдегі ең кішкентай қуаныш үшін де риза бол. Бұл үлкен жеңістерді бағалауға көмектеседі. Ешқашан оқуды тоқтатпаңыз. Әлі үйрену керек екенін есте сақтау өте жақсы. Қателіктеріңізді мойындаңыз және олардан сабақ алыңыз. Бұл өсудің және жақсы болудың жалғыз жолы. Өз жарығыңды жоғалтпай, өзгенің жолын нұрландыратын шырақ сияқты бол. Табыс бұл соңғы нүкте емес, процесс. Ешқашан осымен тоқтамаңыз. Тәуекелден қорықпа, батылдықпен алға ұмтылғанда үлкен істер жиі болады. Жағымсыз ойлардың сіздің өміріңізді басқаруына жол бермеңіз. Сіз өз ойыңызды басқара аласыз. Басқа адамдарды бұл сіздің қолыңыздан келетін соңғы нәрсе сияқты жақсы көріңіз. Армандауды ешқашан тоқтатпаңыз. Армандарыңыз орындалады, егер сіз оларға сенсеңіз. Сабырлы болыңыз және жетістіктен ғана емес, сапардан ләззат алыңыз. Жақсылыққа ұмтылуды ешқашан тоқтатпаңыз. Әрқашан өсу мен жақсартуға мүмкіндік бар. Басқаларға күліп, мейірімді бол. Сенің мейірімділігің біреудің өмірін өзгертуі мүмкін. Сәтсіздіктен қорықпа, орнында қалудан қорық. Тек алға ұмтылу арқылы арманыңа жетесің. Өз өміріңіз үшін жауапкершілікті алыңыз және басқа біреу сіздің жағдайыңызды өзгертеді деп күтпеңіз. Басқалардың ұнатпауына себеп болса да, өз құндылықтарыңызды қорғаңыз. Табанды бол және арманыңа жет. Өзіңе сенсең, бәрі мүмкін. Өзіңіздің құмарлығыңызға батып, өз кәсібіңізді табыңыз. Бұл шынайы, мағыналы өмір сүрудің жалғыз жолы. Өзгерістерден қорықпа. Өмірдің ең үлкен құндылығы оның өзгермелігінде. Жаңа мүмкіндіктер мен жаңа идеяларға ашық болыңыз. Өмір үздіксіз білім алу. Өткенге ренжімеңіз, бұл әлде қашан болды және ештеңені өзгерте алмайды. Жақсырақ болашақ құруға көңіл бөліңіз. Көбірек күл, көбірек сүй, тезірек кешір. Жағымсыз эмоцияларға уақыт жоғалту үшін өмір тым қысқа. Тәуекел етуден қорықпайтын және ешкім жасамайтын нәрсені жасайтындар табысқа жетеді. Өткенмен өмір сүріп, болашақты армандамаңыз. Бүгінгі күннің әрбір сәтінен ләззат алыңыз. Жаңа мүмкіндіктерге ашық болыңыз және оларды пайдалануға дайын болыңыз. Бұл өмірде көп нәрсеге қол жеткізудің жалғыз жолы. Өз құмарлығыңызды тауып, соны ұстаныңыз. Бұл сіздің сарқылмас қуат пен бақыт көзі болады.
Өз осалдығыңызды көрсетуден қорықпаңыз. Ол арқылы сіз басқа адамдармен қарым-қатынасыңызды нығайта аласыз. Сіздің даралығыңызды және бірегейлігіңізді бағалаңыз. Сіз жасаған ісіңізде ешкім сізден артық бола алмайды. Өзіңізге және қабілеттеріңізге сенуді ешқашан тоқтатпаңыз. Сіз қалаған нәрсеге қол жеткізе аласыз. Өзіңе де, өзгеге де адал бол. Адалдық тұрақты қарым-қатынастың негізі. Бүгін не істей алатыныңызды кейінге қалдырмаңыз. Қазірден бастап мақсатыңызға бірінші қадам жасаңыз. Өзіңді қалай жақсы көргің келсе, солай сүй. Саған өзіңнен артық махаббатты ешкім бере алмайды. Осал болудан қорықпа. Бұл әлсіздік емес, өсу мен дамуға көмектесетін күш. Өмірдегі кішкентай қуаныштар үшін шүкіршілік ет. Олар бізді бақытты етеді.